Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күніміз сәтті болсын. Қайырлы таң, достым, қайырлы күн болсын. Аптаның әр күні сәттілікке толсын. Бөлім бойынша қоршаған орта бүгінгі сабақтың тақырыбы сенбі күні сабақ аз. Сабақтың мақсаты тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау. Таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Бағалау критерийлері: тыңдалған материалды түсінеді және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтайды. Таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсінеді. Жаңа сөздермен таныс болайық. Дәптерлерімізді ашып, сөздік дәптеріне сөздерді жазамыз. Бірінші қайталаймыз. Хайуанаттар бағы. Ертең. Кеше. Бүгін. Хайуанаттар бағы. Ертең. Завтра. Кеше. Вчера. Бүгін. Сегодня. Ертең. Кеше. Бүгін. Жақсы. Назарымызды алдарыңдағы тапсырмаға аударамыз. Мұқият тыңдаймыз, қайталаймыз және оқимыз. Сұрақтарға жауап береміз. Бүгін сенбі. Ертең жексенбі. Әлібек саябаққа барады. Анель ата-анасы мен хайуанаттар бағына барады. Анна тауға шығады. Саша досымен ойнайды. Ал енді балалар, өзіміз оқимыз. Өте жақсы балалар. Енді берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемге аударамыз. Бүгін сенбі. Бүгін қандай күн? Өте жақсы. Ертең жексенбі. Ертең қандай күн? Өте жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Әлібек қайда барады? Өте жақсы. Анель қайда барады? Тағы қалай сұрақ қоюға болады? Анель хайуанаттар бағына кіммен барады? Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс. Анна не істейді? Тауға шығады. Өте жақсы. Саша кіммен ойнайды? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Кестені пайдаланып, кімнің не істейтінін айтамыз. Балалар, кестенің сол жағында балалардың аттары берілген, есімдері берілген. Кестенің жоғарғы жағында апта күндері берілген. Өте жақсы. Осы кестеге қарап сөйлем құрастырайық. Мысалы, Әлібек
Сейсенбіде шахмат ойнайды. Әлібек жұмада кітап оқиды. Өте жақсы балалар. Анна жарайсыңдар балалар. Сөйлемдерді аяқтап айтамыз. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Жаңа сөздерді қолданып, сұрақтарға жауап береміз. Анна, бүгін қай күн? Анна, бүгін қай күн? Бүгін дүйсенбі. Ертең сейсенбі. Бүгін сабақ көп. Бүгін 6 сабақ болады. Саша, ертең неше сабақ болады? Ертең 5 сабақ. Ертең сабақ аз. Анель, ертең неше сабақ болады? Ертең 4 сабақ болады. Ертең сабақ аз. Жарайсыңдар балалар. Енді мұқият оқып, сөйлемдерді аударып, сұрақтарға жауап береміз. Ал балалар, тілімізді жаттықтырайық. Бір апталық күндер өтті. Дүйсенбіде гүлдер ектім. Сейсенбіде жуа тердім. Сәрсенбіде су әкелдім. Бейсенбіде бақша баптап, жұма күні тақпақ жаттап, сенбіде мен кино бардым, жексенбіде бір демалдым. Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күндің жазамыз. Қажетті сөздерді орнына қойып, сөйлемдерді толықтырып жаз. Қажетті сөздер: сейсенбі, шахмат, дүйсенбі, әткеншек. Сөздерді орнына қойып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Мысалы, Әлібек сейсенбіде шахмат ойнайды. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Екі баған берілген. Бірінші бағанда суреттер, екінші бағанада сөйлемдер. Сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендіріп оқы. Дүйсенбіде сабақ басталады. Қандай сурет осы сөйлемге сәйкес келеді? Дүйсенбіде сабақ басталады. Не істейді? Сабақ басталады. Өте жақсы балалар. Я, бұл сурет осы сөйлемге сәйкес келеді. Ары қарай жалғастырып оқимыз. Сабақты бекіту мақсатында өзіңді тексер. Апта күндері 7 күннен тұрады. Әр күнді орын тәртібін сақтап, атап шық. Бірінші күн дүйсенбі. Жетістік баспалдағы алдарыңызда берілген. Өзіңді осы жетістік баспалдағының қай жеріндемін деп ойлайсың? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.